Мен 5 жастамын. Менің атым Айболат. Мен 5 жастамын. Мен 21 бақсада тәрбиелендім. Саламатсыздар ма балалар? Балалар, бүгін біз сендермен қызықты тәжірибе өтеміз. Сендерге тәжірибе жасау оңай ма? Я. Ал олай болса балалар, сиыр бізге не берді? Сүт. Сүт берді. Ал сүттен біз не жасаймыз балалар? Сүттен не жасайды? Май жасайды. Майдан сүзбе жасаймыз. Сүзбеден қорт жасаймыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Сүттің бізге адам ағзасына пайдасы көп екен. Бізге қандай пайдасы бар? Айта қойшы Айболат. Оның құрамында алюминден кальций бар. Сүттің құрамында йод, кальций және Д дәрумені бар. Мен алған кезде маған сүт қайнатып береді. Сенің анаң өте жақсы екен сүт қайнатып беретін. Ал балалар, осы сүттің сиқырлы қасиеттері көп екен. Біз осы сүттен бірнеше тәжірибе жасап көрсек болады екен. Жасап көреміз бе тәжірибе? Жасап көрейік. Біздің бүгін бірінші тәжірибемізді Асылым жасай қойшы. Бізге қандай заттар қажет? Қажетті заттар тосап, айран, сүт. Сүтті қатты қосқанда біз айранға айналады. Ал енді біз айраннан не жасаймыз? Йогурт жасайды екенбіз. Жасай қойшы. Түсі өзгерді ма, Асыл? Я. Түсі өзгерді. Қане дәмін татып көрші. Дәмі қандай болды? Дәмді болды. Балалар, біздің енді екінші тәжірибемізді жасайық. Біздің екінші тәжірибемізге не қажет? Айта қойшы Мейірім. Шекер қажет екен, одан кейін сүт қажет екен, одан кейін лимон қажет екен. Ал Мейірім, сүтті дәмін көрші. Дәмі қандай екен? Дәмі жоқ. Дәмі жоқ екен. Оған не қосамыз? Шекер қосамыз. Қанша шекер алып қосып көріп дәмі? Шекер алып. Шекер қосып араластырамыз. Араластырған кезде енді дәмі көрші қандай болды екен дәмі? Дәмі бар. Дәмі бар, тәтті болды. Ал енді оған сүтке енді не қоссақ болады тағы да? Сүттің түсі өзгеру үшін біз не қосамыз? Лимон. Лимон қосамыз. Қайт қоса ғой лимонды. Қайт көрейік. Іріді. Сүтіміз ірі бастады. Бұны ішуге бола ма? Жоқ. Біз енді үшінші тәжірибемізді жасап көрейік. Айболат, айта қойшы, бізге не қажет? Бізге тәлімке, түрлі түсті бояуға және сүт. Сүт қажет екен. Бұдан біз не жасаймыз? Кемпір қосақ. Кемпір қосақ жасап көрейік. Жарайды. Ал бірінші не құямыз? Сүт. Құямыз сүтіңді. Сүт құйдық. Біз енді бояуды сүтке тамғызамыз. Кемпір қосақтар қандай түсте боялады екен көрейік. Батырып көрейікші. Қандай күшті болды? Неге құсады балалар? Айтыңдаршы, неге құсады? Кемпір қосаққа құсады. Балалар, бүгінгі біздің жасаған тәжірибеміз сендерге ұнады ма? Ұнады. Бұл тәжірибені балалар үлкен адамдардың көмегімен жасау керек. Ал осымен біз қоштасамыз. Сау болыңыздар.